Барлық вирустар шартты түрде жай және күрделі болып бөлінеді. Жай вирустар нуклеин қышқылдары мен ақауызды қабықтан тұрады. Бұларға таяқша, жіп және сфералық формалар жатады. Баршаға сәлем достар, бүгін сіздерменен дәл осылай звуковой анимация жасауды үйренетін боламыз. Сіздер басында видеоны көріп түсінбеген шығарсыз. Бұған не болған, өзі биологиядан сабақ беріп кетті ма деп. Жоқ, сіздер қателесесіздер. Мен сіздерге жай ғана фоновой музыканы және сіздің дыбысыңызды және видеоға сай анимация жасауды үйрететін боламын. Жалпы түсінікті болды деп ойлаймын сіздерге. Яғни дәл видеода көргеніңіздей сіз фоновой музыка қойып қоясыз. Сіз сөйлемеген кезде фоновой музыканың дыбысы көтеріледі. Сіз сөйлегенде бәсеңдеп төмендейтін болады. Біз сізбенен дәл сол нәрсені бүгін үйренетін боламыз. Яғни музыкаға аудио анимация жасаймыз. Яғни біз басына видеоны алып аламыз, сосын қаласақ бұл видеоның жанына видео қосамыз, немесе осылайша скоростын созып қоямыз ұзына бойы. Кейінгісі біз музыканы алып осылай таймлайнға тастаймыз. Мінекей, бізде музыка дайын шығып тұр. Бұл музыканың дыбысы сәл төмендеу екен, сол үшін біз бұны сәл көтеріп қоямыз, кішігірім. Мінекей, ендігі кезекте міне біздің дыбысымызды осылайша қоямыз. Енді бұл жерде қазір мен дұрыстап алам, және видео басталысымен біз бірден сөйлеп кетпеу үшін осылай дыбысты кейінірекке созып қоямыз. Неге десеңіздер, сіз видео бастала салысымен бірден сөйлеп кетсеңіздер, бұл сіздің көрермендеріңізге түсініксіз болып қалуы мүмкін видео. Сол үшін біз басында видеоны әрдайым анимациядан бастағанымыз өте дұрыс болады, және бұл адамдарға өте қызықты болып келеді. Мінекей, сіздерменен анимация сабақтарын өткен болатынбыз. Мен мына жерде примерно 0,7 секундтан кейін осылай болатын анимацияны қойып алдым. Ендеше дәл осы жерде мен мына жерде музыка ойнап жатыр, ал мына жерде болса менің дыбысым. Енді мына жерде көріп тұрған болсаңыздар, мына жақта менің дыбысым, ал мына жерде музыка. Сіздер ойлайтын шығарсыздар, енді осы музыканы осылай бәсеңдетіп қойып, мынаны сөйлей берсе болмай ма деп. Әрине олай істесе де болады, бірақ одан да сәл қызықты болу үшін біз осы дыбысқа анимация қоятын боламыз. Мінекей, бізде видео басталды. Мына жерде біз осы звуковой анимацияны осылайша істейтін боламыз. Мына жерде музыка басталып келеді, сосын мен сөйлеген кезде мына бәсеңдеу керек. Сосын мен сөйлеп біраз тоқтаған жерде, мысалы мына үлкен жер екен, мысалы мына жерде бір 2-3 секунд тыныш тұрған болуы мүмкін. Сол кезде музыка көтеріледі және мына жерде қайтадан түсіп кетеді. Дәл осылай мен анимацияны істесем болады. Қазір мына скоростын тағы сәл көбейтейік, сіздерге түсінікті болу үшін. Мінекей, бірінші боп біз фоновой музыканы салыстырып аламыз. Яғни біздің дыбысымыздан фоновой музыка жай ойнап тұру үшін ұзағымен осылайша бір 10 децибелдер шамасына түсіріп алсақ болады. Мінекей, дайындап алдық. Ал енді біз бұны орнына осылайша қойып аламыз. Сосын музыка бірден қатты басталып кетпеу үшін мына жерде затмение деген бар екен. Осыменен мінекей, көріп тұрғандарыңыздай музыка жай басталады, сосын дыбысы ары қарай көтеріле береді. Енді музыка басталды. Мына жерде мен сөйлеймін. Дәл осы жерде мұқият қараңыздар. Мен музыканың үстіне басамын, яғни фоновой музыка. Ал мына жерде ключевой кадр бар. Осы ключевой кадрды осылайша басып қоямын, және кадрды жақындатып алсам, маған монтаж жасау оңайырақ болады. Міне, ключевой кадрды дәл осылай жылжытып қоямыз. Мен мына жерде музыканы, мына жерде сөйлеуге бастағанда музыка бәсеңдеу керек. Мен дәл осы жерде сөйлегенде музыка бәсеңдеу керек. Ол үшін мына жерге 2 ключевой кадр қойып аламын. Мінекей, мына бастапқысы осы уровеньді сақтап тұрады. Кейінгісі сіз осылайша түсірсеңіз де, сіз музыканың дыбысын бәсеңдетсеңіз, осылайша ол өздігін сақтап тұрады деген сөз. Егер бұл жерде мысалға бір ғана ключевой кадрды қалдыратын болсақ,
бул бүткүл музыканы осылайша бәсеңдетип түшүрүп тастайды. Сол үчүн биз бул жерге 2 коюп аламыз. Яғни мына осы жерлерде примерно мына жерде 1 секундтың аралыгында мен уже сүйлөймүн. Сол кезде бул музыка бәсеңдей керек. Сол үчүн оған экинчи ключевой кадрды косуп алып, дәл осылайша 10 децибелга дейин шамасында түсүрүп коябыз. Сосын мен осылай сүйлөп мына жерде үлкен пауза жасаган экенмин. Мына дәл ошол жерде фоновый музыка катты ойнап, сосын жай эстилүү керек болот. Минекей дәл ошол жерде мен 3 ключевой кадр пайдаланам. Минекей музыканы мен сүйлөп болгондон кийин музыка жогорулоо керек. Сосын мына жерге келгенде кайтадан төмөндөө керек. Дәл ошол жерде 2 ключевой кадр койдум. Сосын ортага 1 ключевой кадр коямын және оны осылайша көтөрүп коямын. Минекей мына жерде осылай бир бийиктик сыяктуу график пайда болду. Яғни мен сүйлөймүн, музыка жай болот, сосын мына жерде көтөрүлүп осылайша түсөдү. Жалпы сиздерге сабак түшүнүктүү болду деп ойлоймун. Дәл осылай сиздер өздөрүңүз каалаганча музыкага осылай звуковой анимацияны осылайша койсаңыздар болот. Минекей дәл осылай койсаңыздар да болот. Мисалы 3-өөлүк кылып койдум мен мына жерде. Эгер мындай кааламасаңыздар, сиздер буну 4-өөлүк кылып койсаңыздар да болот. Яғни мына жерде осылайша коюп аламыз. Мына жерге негизинде звуковой кадр 2, 3, 4, 5 кете берет. Өзүңүз каалаганча койсаңыздар да болот. Мен осы жерде минекей музыканы осылай көтөрүп коямын. Мына жерде бир ортак бир график пайда болду десе де болот. Менин дыбысым жай келеді, сосын музыка, фоновый музыка чыгады, сосын кайтадан фоновый музыка бәсеңдеп, менин дыбысым осылайша чыгатын болот. Яғни буну тек кана музыкага эмес, өзүңүздүн дыбысыңызга да дәл осылай ключевой кадр коюп, осылайша көтөрүп, түшүрүп, осылай пайдалансаңыздар да бола берет. Жалпы осылайша өзүңүздүн дыбысыңызга фоновый музыканы осылайша көтөрүп, түшүрүп, осылай аудио анимация жасауды осылай үйрөнсөңүздөр де болот. Яғни мен мына жерде мынаны көтөрөмүн. Минекей жалпы сиздерге сабак түшүнүктүү болду деп ойлоймун. Мына жерде мен азыр кесип тастаймын керек эмес жерин. Өздөрүңүз билетиндей, мен кесип тастаган жеримде мына инструменттерди, жылдам клавиштерди пайдалануу аркылуу көрсөткөн болатынмын сиздерге. Мына бурчта жылдам клавиштер жайлы сиздерге тастап кетемин. Осын басып, сол сабакты да көрсөңүздөр де болот. Жалпы менин аудиома осылайша, менин жазган записиме осылайша графиктер пайда болду. Осылай аудио анимацияларды осылайша мен истесем болот. Өздөрүңүз натыйжаны көрүңүздөр. Мына 3 ключевой кадрдан турады, ал мына 4-өөдөн турат. Былай карасаңыздар, негизинде 3 ключевой кадр менен осылай анимация истеген жакшыраак деп ойлоймун. Себеби мына жерде бирден дыбыс жогорулап кетеди және мына жерде бирден түсүп кетеди. Сиз оны осылайша 3 ключевой кадр аркылуу истесеңиздер де болот. Яғни видеонун соңуна келген кезде осылайша линейканы алып келемиз және ключевой кадрды осылайша белгилеп, сосын кичкене жылжытамыз. Сосын мына жерден белгилемей-ак осылайша көтөрүп койсаңыздар, минекей натыйжаны көрүп турсуздар. Осылай истеуге болот. Сосын музыка осылай бәсеңдеп жай бүтүү үчүн мына жерде осветление осуну пайдалансаңыздар да болот. Эгер кааламасаңыздар, экинчи жолу мына жерде ключевой кадрлар аркылуу да истесеңиздер де болот. Минекей натыйжаны көрдүңүздөр. Дәл осылай өздөрүңүз каалаганча ключевой кадрды жогору көтөрүп, түшүрүп истеулөрүңүзгө де болот. Мына линейканы кайсы сиз пайдаланып жаткан кайсы аудионун үстүндө тур, осын мукуят байкаңыздар. Мисалы мен мына жерде мына ключевой кадрды осылайша басып, былай анимация истесем, ол эч кандай өзгөрүш бермей жатыр. Неге десеңиздер, менде мына жерде линейка турган жок. Линейка мына жерде тур. Минекей, бул мына жерге осылайша анимация жасап жатыр деген сөз. Сол үчүн ар дайым линейканы сиз пайдаланатын кадрдын үстүнө осылайша коюп, басып истеуди эстен чыгармаңыздар. Сау саламат аман болуңуздар. Видео унаган болса, арнага тиркелип, досторуңуз менен таратыңыздар.